Мұқағали Мақатаев есімі бүгінде бар қазаққа мәшһүр. Ақын халқының сүйіспеншілігіне бөленген перзент. Қазақ халқын талантымен баурап алған Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысының қазіргі Райымбек ауданындағы Қарасаз ауылында дүниеге келді. Қарасаздың сұлулығы Мұқағалидың ақындық талантының қайнар көзі болды. Ақынның азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали. Бірақ ата-анасы пайғамбардың есімімен жүру ауыр тиеді деген ниетпен бала күнінен Мұқағали деп еркелетіп кеткен. Ақынның әкесі Сүлеймен қарапайым шаруа адамы болған. Мұқағали үйінің тұңғышы. Ақынның балалық шағы қызықты өткенін, Қарасазға арналған туған жер өлеңінде армансыз өткен балалық шағын еске алып, өткен күнге саяхат жасағанынан аңғарсақ болады. Мұқағали балалық шағының бүткіл әлемін сүйді және сол күндерді қатты сағынды. Және оның поэзиясының көптеген суреттерін тудырған дәл сол балалық шақтағы естеліктер болды. Бірақ соғыс Мұқағалидың өміріндегі барлық нәрсені өзгертті. Әкесі соғысқа кеткенде ол 10 жаста еді. Ал өмірдің барлық ауыртпалығы балалық шағымен қоштасқысы келмеген жасөспірімнің иығына түседі. Жауынгер ұрпақтың барлық ұлдары сияқты, әйел мен балалар ғана қалған үйде ер адам ретінде қалғанын түсініп, ерте ер жетті. Мұқағалидың әкесі майданда қайтыс болды. Сол уақыттан бері ол жай ғана сөніп жоқ болып кетуге құқығы жоқ екенін түсінді. Өкінішке қарай, қарындасы мен інісі дүниеден ерте кеткен. Ақынның анасының естеліктеріне сүйенсек, Мұқағалидың әдебиетке деген қызығушылығы 14 жасынан басталған. Ал өлең жазуға жары Лашынға деген махаббаты себеп болды. Ол сыртқы әлемнен және кітаптардан шабыттанды. Мұқағали Абай, Әуезов, Сейфуллин, Мүсіреповті оқыды. Орыс тілін өз еркімен өте жақсы меңгерген ол орыс әдебиетін, әсіресе Пушкин, Есенин, Блоктың поэзиясын оқыды. Шетелдік әдебиеттерден Гейн, Гёте, Дюма, Гюго, Байрон, Драйзер, Стендаль шығармаларына қызығушылық танытты. Бірақ бәрінен де Бальзак, Лондон және Шекспирді қатты жақсы көрді. Мұқағали жазған естеліктерінің бірінде мен әдебиетті жақсы көремін. Мен үшін одан биік ештеңе жоқ деп әдебиетті сүйетінін мойындаған болатын. 1948 жылы Мақатаев Нарынқолдағы мектеп-интернатты бітірді. Ол Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне, одан кейін шет тілдер институтына және тағы да Қазақ мемлекеттік университетіне, бірақ заң факультетіне оқуға түскен. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтының студенті болды. Бірақ отбасылық жағдайға байланысты бірінші курста оқуды тастап кетті. Мақатаевтың жоғары оқу орындарына еш қиындықсыз түсіп кетуі оның қабілеті мен білімге ұмтылысын дәлелдейді. Мүмкін бұл Мұқағалидың жүрегінде мәңгі сақталып қалған әкесінің аманатынан шығар. Ақынның әкесі оған әжесі тиын мен анасына, іні қарындасына тіреу болып қана қоймай, сонымен бірге міндетті түрде оқы деп айтып кеткен. Мақатаев ерте отбасын құрды. Ол 1949 жылдың көктемінде 17 жасында Лашынға үйленді. Ол кезде Лашын 21 жаста еді. Ақын болашақ әйелі Лашын Әлімжанова мен Шибут ауылында жұмыс істеп жүрген кезде танысты. Ерте отбасылы болған ерлі-зайыптылардың Ләззат, Майгүл, Жолдыз, Айбар, Алмагүл, Шолпан есімді балалары дүниеге келді. Ауылда тұрып Мұқағали кеңес хатшысы болып жұмыс істеді. Содан кейін мектепте орыс тілінен сабақ берді. Аудандық газетте тілші болды. Ақын 1962 жылы отбасымен Алматыға көшіп келеді. Оның өлеңдерін оқыған Әбділда Тәжібаев Мұқағалиден үлкен ақын шығады деп Алматыға өзі шақырған. Қалаға көшіп келген ақынның кәсіби қызметі әдебиетпен тығыз байланысты болды. Ол
Қазақ радиосында диктор, Социалистік Қазақстан газетінің журналисі, Жұлдыз журналының қызметкері, Жазушылар одағының жастар істері жөніндегі кеңесінің басшысы болды. Сыртқы жағдайлардың өзгеруіне қарамастан Мақатаев ең бастысы поэзияға деген махаббатына тұрақты болды. Ол әрқашан өлеңдер жазып, жиі журналдар мен газет беттерінде жариялады. 1962 жылдан бастап алғашқы кітап шыққан кезден 1976 жылға дейін ақынның 8 өлеңдер жинағы жарық көрді. Олардың ішінде Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан, Жырлайды жүрек және басқалары бар. Әдебиет саласында 25 жылдай уақыт жұмыс істеген Мақатаев 1000-нан аса өлең жазды. Ол Райымбек, Қашқын, Мавр, сондай-ақ әңгімелер мен повестердің, Қош бол махаббат пьесасы мен заманауи қазақ поэзиясының мәселелері жарық көрген мақалалардың авторы. Поэзияның символы болған Мұқағали Дантенің құдіретті комедия дастанының Тамұқ деген бірінші бөлімін аударды. Ол Шекспир, Уитман және шығыс ақындары мен орыстың заманауи жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударумен айналысты. Өзінің шығармашылық дарынын көптеген жолдармен көрсетті. Мақатаев қазақ халқына оның болашағына сенді және оған қажет болуға тырысты. Күнделіктерінде ол менің ойымда бір ғана арман бар, бұл өз халқыма пайдалы болу. Бірақ оған шындықты айтқым келеді. Халқым менің сендерге даусымды қалай жеткізе аламын деген болатын. Ақынның өз халқына бере алатын жалғыз нәрсе ұлттық дәстүр мен ұлттық сананың тереңдігінде туылған поэзия. Міне, Мұқағали халқына сондай поэзия сыйлаған ақиық ақын. Мақатаевтың бақыты өз халқымен бірге, отанында өмір сүру болды. Бірақ ол бәрінен де халқы мен туған жерінің бақытын жоғары қойды. Ақынның туған жеріне, халқына деген шексіз сүйіспеншілігі кез келген адамның жанына әсер етеді. 1972 жылдың басында Мұқағалидың Алматыға көшіп келгеніне 10 жыл болды. Осы уақытта ол атақ даңққа ие болады. Сонымен бірге ақын ауыр сынақты бастан өткереді. Ақын өмірінде үлкен қайғы орын алды. Сол жылдары оның 11 жасар үлкен қызы Майгүлді мотоцикл қағып кетеді. Содан ақынның отбасы көптеген жыл бойы жалдамалы пәтерлерде күнелтіп жүреді. Мұқағали 1969 жылдың қараша айында қолжазбалары бар портфелін жоғалтып, кейін Жазушылар одағынан шығарылып жұмыссыз қалады. Жұмыссыз жүргеніне 1 жылдай болған ақын өзімен, өзінің әлсіз тұстарымен, қорқынышпен, емі жоқ ауруымен күрес жүргізеді. Мақатаевтың күнделіктерін оқи отырып, оқырман оның тек сезімтал және нәзік жанды ұлы ақын ғана болмағанын түсінеді. 1973 жылы 20 наурызда жазылған күнделіктегі жазбада ақынның достары мен жолдастарының ол туралы көптеген жалған мәліметпен бұрмаланған ақпарат таратқаны баяндалған. Мақатаевтың күнделіктерімен танысқан кезде ақынның жалаңаш жүрегін көргендей секілді күй кешесің. Күнделікті оқи отырып, ақынның қайғы қасіретін бірге сезінесің. Соңғы жазба 1976 жылдың 28 ақпанында Мақатаевтың қайтыс болуына 1 ай бұрын жазылған болатын. 1976 жылдың наурыз айының ортасында Мақатаевтың Өмір дастан атты соңғы өлеңдер жинағы жарық көрді. Емі жоқ ауруға шалдыққанына қарамастан, өле-өлгенше поэзияны сүйіп өткен ақын соңғы кітабы жарық көре сала жақындарына қойған қолтаңбасында Мұқағали не себептен екені белгісіз 1976 жылдың 27 наурызын белгіледі. Поэзиям менің, мен өлсем де сен өлме деп кеткен ақиық ақын дәл сол күні өмірден озды. Жазылар естеліктер мен туралы. Біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дерде мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Деген ақиық ақын Мұқағали Мақатаев 45 жылдық ғұмырында сан ғасырға азық болардай
мол қазына қалдырды. 1976 жылдың наурызында Мақатаевтың досы Жомартбек Ақтөбе облысында іссапарда жүріп, автобустағы кездейсоқ оқиғаның куәсі болды. Онда қазақтың жап-жас сұлу қызы газетті құшақтап, қатты жылады. Жомартбек бойжеткеннен не болғанын сұрағанда, қыз «Мен өлеңдерін сүйіп оқитын ақын қайтыс болды» деп жауап қатты. Бұл Мақатаевтың қайтыс болғаны туралы қайғылы хабар жазылған газет еді. Сол көктемде Мұқағалиды жақсы көрген барлық адамдар мен оның оқырмандары автобустағы қызбен бірге қайғырып жылады. Мұқағали Мақатаев қысқа, бірақ жарқын шығармашылық өмір сүрді. Ол 30 жылдай ғұмырын туған ауылы Қарасазында өткізді. Мәскеудегі әдебиет институтында өткен 2 жылдық оқуын қоспағанда, оның соңғы 10 жыл өмірі Алматыда өтті. Ақынның достары мен замандастары оның оптимизмін, өміршеңдігін, ізденімпаздығын бағалады. Мұқағали Мақатаев 20 ғасырдың 60-70 жылдарындағы қазақ поэзиясының жарқын бейнесі. Ақын әдебиетке бәрін таңғалдырып, найзағай соққысы секілді енді. Ол ауыр қиындықтарға толы өмір сүрді. Оны жиі көп адам түсіне бермейтін. Өлеңдер жинағының алғашқы жинағы ақын ретінде танылғаннан кейін 13 жыл өткен соң шықты. Бірақ Мұқағали орыс тіліне аударылған аудармаларын көрмей кетті. Ақын ешқашан өмірге түңіліп шағымданбады. Өйткені ол үшін шығармашылық маңызды болды. Мұқағали Мақатаевқа атақ-даңқ қайтыс болғаннан кейін келді. Дантенің «Құдіретті комедиясы» аудармасының шығарылымы оның аудармаларының ерекшесі болды. Кейін поэзиялық жинақтары қазақ поэзиясының алтын қорына енгізілді. Ал нәзік поэтикалық өлең жолдары музыкаға қойылып, қазір әндетіліп жүр.